Когда мне было 4, отец ушел на фронт. Почти не помню. Только один момент, весь потный, он мне вот так поднял и смотрел. Вот этот момент зафиксирован. Стоп-кадр. Да. 4 года. А матери было всего 22. Со мной она жила до 86 лет. Со мной и так осталось. Перед смертью она вспоминала, он жив, говорит. Она, оказывается, всю жизнь ждала. Вот мәселе қайда. Анау тірекен дейді. Келді дейді балаларымен. Ел соңғы кетейін деп жатқан уақытта. Что значит? Өмір бақи күту деген. Сонымен өмір сүру деген. Сол жалғыз бала, соның тәрбиесі, мектепті бітірдім. Шешейдің наубайханада істейтін, шешейдің жинаған ақ ұны, онда ақша бермей зарплата, продукт береді. Сол бір қап ұнды сатып, қаражат қылып, оқуға сонымен кеттім. Bir жерде де философиялық ой бар. Нанның дәмі. Нанмен басталған өмір. Сол дәмді болды, сол нәрлі болды. Атам әр уақыт айтам, менің әкемнің әкесі үлкен әулие болған адам. Пірадар деген елдің қойған аты. Оның талай фильмдерді айтты, мен тағы айтуға тура келіп отыр. Сол атам мені сақтап келатыр. Осы күнге шейін. Осы жолға түсірген де сол кісінің әруағы. Жақында әруақ деген бір фильм бітірдім. Өзім түсіріп. Мен мынау әруаққа сенетін адаммын. Бірнеше моменттер болды. Сол кісінің. Сенбеске мүмкін емес. Мен ауылда мешіт тұрғыздым атама. Ішіне жаңа топырағын қойдым. Басына шырақ жақтым. Күндізі жанып тұрады. Соны ашып атқан кезде күннің жан-жағынан шапақтап, шапақ атты былай-былай. Дөңгеленіп. Елдің бәрі қарап таң қалды. Ол кісіні жұрт пірадар дейді. Елдің қойған аты пірадар, Ысқақ пірадар. Әппақ киініп жүретін. Сол мені сақтап жүр. Өлімнен алып қалды талай. Тіптен осы қалаға алып келді. Бір адамдармен кездестірді.
Асқар Тоқпановпен алғаш кездестірді. Сол кісінің көзіне түстім. Осы оқуға алып келді жетектеп. Түсе алмай жатқан жерде түсіріп жіберді. Жұбанов, Ахмет Қуанышұлының Жұбановтың бір сөзіменен, бала әлі жас қой, үйренеді ғой деген сөзімен консерваторияға түсіп кеттім. Ол адамның соған да айтқызып тұрған менің жаңа аруағым.